Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана. Заманға таң қалма, адамға таң қал. Ақын еңбегінің жалғыз өлшемі оның адам жүрегіне қаншалықты жақындай алғаны. Жалпақ әлемді аузыңа қарату үшін рухани ерлік керек. Жалпақ әлемге қысылмай, қымтырылмай қарау үшін рухани байлық керек. Мақтау мен масаттану, даусыз мойындаудың күнгей беті де, күндеу мен қызғаныш көлеңке беті. Арлы адам ең күшті адам, өйткені ол өткінші бақыттың, өткінші қайғының ырқына мойын ұсынбайды. Сондықтан оның тағдыры қиын болуы, ауыр болуы мүмкін, өкінішті болуы мүмкін емес. Адам мен адамзаттың армандары ешқашан аласармайды. Әдебиеттің міндеті сергелдең жүректі басу, бейқам жүректі ояту. Сенбегеннен қиянат көргеннен, сеніп тұрып қиянат көрген жаман.